Алдымызда бөрі сырғақ амалы келе жатыр. Қаңтардың 18-нен 19-на қараған түні су алыңыздар. Өзеннен алыңыздар, өзеннің ағысынан, краннан алыңыздар. Ыдысқа толтырып, ол су зәм-зәм суындай, ең таза, ең тәтті ем сулардың бірі. Неше жыл тұрса да, ол бұзылмайды. Тәнге дәру. Бөрі сырғақ бұл ертеден келе жатқан қазақ амалдарының бірі. Бөрі сырғақ жалпы 18 мен 28 қаңтар аралығында болады. Яғни көк бөрінің жерік айы деп атайды. Күн суытады, қатпар-қатпар қайыр түйіршіктері сырғанап күшейеді. Бұл тәңірдің көк құртының көк бөріге жасалған сыйы деп атайды. Бөртенің жерік айы деп те қазақтар атап отырған. Жалпы қасқырдың үйірінде 20-30 қасқыр болатын болса, ол үйірді қазақтар әуен деп атаған. Бірақ осы ұлымалардың бәрі көк бөрі бола бермейді. Тек тұқым шашатын арланы ғана көк бөрі деп аталады. Ол өзінің бөртесін іздеп тауып, сонымен қосылады. Бұл кезді қазақтар алысқа мал жаймайды, жолға шықпайды. Себебі бөрі сырғақ кезінде бөрілердің махаббаттан есі ауысып, көздері қызарып, бөртемен қосылғанша жолында кездескеннің бәрін өлтіреді. Оның етін де жемейді, қанын да ішпейді. Бөрі сырғақты ұмытқан қазақ бөрілігін ұмытады дейді қазақтар. Сол себептен мына крещенский морозы деген бар. Кезінде қазақтардан осы бөрі сырғақты біліп, мына орыстардың өздеріне крещенский морозы деп осы күні суға түседі. Өздердің крестить етілдік, тазардық деген сияқты ойда мағынада болады. Құрметті бауырлар, ондай амал жасаушы болмаңдар. Өйткені мұсылмандықтан шығып, христиан дініне енгендер боласыздар. Білгенге маржан. Сіздермен болған Бауыржан Сатыбалдыұлы Ешмағамбетов.